Ассаляму алейкум қыздар, бүгін духовканы миксерді қажет етпейтін өте керемет балды тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға жұмыртқаны, сары майды, балды, яғни мёдты және де тұзды салып, водяной баняда сары май ерігенше қоятын боламыз. Сары май ерігеннен кейін үстіне ас содасын салып, жылдамдатып араластырып аламыз. Массамыздың үстіне ұнды саламыз. Оның барлығын емес, бір бөлігін ғана салып, кішкене араластырып алатын боламыз. Енді массамызды оттан алып, қалған ұнның барлығын салып алып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей қамырды илеп алғаннан кейін, енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Енді ұнның көмегімен қамырымызды жұқа етіп жайып шығамыз. Мінекей мен осындай жұқалықты жайып алдым. Енді корждар піскен кезде тегіс болу үшін осындай тарелканың көмегімен шетін қиып алдым. Шетінен шыққанның барлығын жинақтап, тағы да корждар пісіретін боламыз. Енді орташа отта корждарды екі жағын аудара отырып, 2-3 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Енді қалған корждарымыздың барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Мінекей барлық корждарымызды пісіріп алдық. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға қаймақты қоюлатылған сүттің 2 түрін қосып, үстіне ванильный сахарды салып, бір келкі масса болғанша жақсылап барлығын араластырып аламыз. Мінекей крем өте керемет болып шықты. Енді тортымызды жинаймыз. Торт жинайтын ыдысымызға кішкене ғана крем жағып аламыз. Тортымызды жинағаннан кейін жылжымау үшін коржымызды қойып, үстіне крем жағып шығамыз. Енді осылай корж крем етіп, қайталай отырып, тортымызды жинап шығатын боламыз. Қыздар, торт өте керемет болып шықты. Ешкім ойламайды табада піскен торт деп. Міндетті түрде сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Жасалу жолы өте оңай. Мінекей тортымызды жинап шықтық. Енді өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Әрлеп болғаннан кейін міндетті түрде 2-3 сағатқа мұздатқышқа қойғандарыңыз дұрыс. Торт өте жұмсақ, нәзік болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын қыздар.